أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман жамағат, Алла Тағала мешітке келген, дәріске келген қадамдар сауаптан жазсын. Имам Навауи рахимахуллах, атақты Шафии мазхабының уламасы, үлкен кітап жазып еңбек ислам дінінде әлемге шығарған, ислам әлемде Рияду Салихин ізгілерінің бақшалары. Осы кітапты жазған әсері мұсылмандарға үлкен, соның ішіндегі үлкен әсер осы кітапты мұсылмандардың көпшілігі оқып жүреді, ол кітапты пайдаланып жүр сол кітаппен. Себеп имам Навауи рахимахуллах сол кітапта дау мәселелер, мұсылман арасында ауызбіршілікті бұзатын, сондай дау кетіретін мәселеден аулақ болып, сонда әдейі солай тек қана келісілген нәрсе, ортақ мәселелерді айтып жүрген. Сол себептен нәтижесінде білетін адамдар біледі, ешбір мұсылман арасында жасырын емес, әртүрлі топтар, бағыттар бар екенін бәрі біледі, оны ешқандай жасырын емес. Айтады, ешбір топ айта алмайды. Пәленше имам Навауи біздің ғалым, сендердікі емес, біздің ғалымымыз деп айта алмайды. Ортақ ғалым. Қандай топтар болса да, бір-біріне қарсы топтар, қарамайшы топтар, солар өздері имам Навауидің несін мойындап, соның кітабын оқып, солай істеп жүреді. Пайдаланып, уағыздап жүреді, содан уағыз айтады сол кітаптан. Осында имам Навауи осындай үлкен еңбек жасаған екен. Бұл жердегі пайда ішіндегі жазған, келтірген хадистер, жинаған хадистер, имамдардың хадистер. Көпшілік мұсылмандар қол жетіп, сол хадистерге білім алуда. Кейбір мысал кітаптар бар, арнайы бір топтар соны біздің ғалым, біз осы ғалыммен несін кітабымен жүреміз деп айтқаннан кейін, басқа бір бөлік мұсылмандар сол кітаптан кішкене аулақ алыс жүріп, кітап оқысы келмей, осындай жаман нәтиже болып жүр. Алла Тағала разы болсын сол имамнан. Бабул ихлас, бірінші әрбір ғалымдар бастағандай, сол ихластан бастайды. Ниетке байланысты, ниетті келтіру, ниетті түзету, ихласты келтіру. Әрбір істерде, амалдарда, сөздерде, істерде, жаңа барлық құпия болсын, жасырын болсын, ниетпен жасау, және ихласты жасау, Алла ризалығы үшін жасау. Елшілер айтқандай, алейхиссалам, ин әжіре илля алаллах, менің сауабым тек қана Алладан деп тосам. Менің сауабым, иншалла, Алла Тағаладан. Осылай Алла Тағаланы бірлеу мағынасын айтады. Ифрадуллахи субхана ва та'ала бил қаст. Алла Тағаланы бірлеу, бір Алла Тағаланы мақсат ету. Жасаған құлшылық ибадаттарда сауапты, тек қана сауапты ойлау, ақиреттегі пайдасын ойлау. Әсіресе діни құлшылықтарда, діни істерде ол ең маңызды, ол жерде адам таза ниеті түзу болу керек. Білім мәжіліске келсеңіз, білім мәжіліске байланысты, осы ниетке байланысты бір хадис келеді. Хадис Қудсида неде келетін хадис, сол кезде Алла Субхана Тағала айтады, мен білім мәжілісте отырған пенделерім үшін олардың күнәларымды кешірдім. Періштелер, куәгер болыңдар соған.
бір періште біліммен білгесін, ішіндегі адамның біреуі танығасын, соны Алла Тағала өзі де біледі, бірақ сол кезде ол айтады періште енді. Раббым араларында бір адам бар, ниеті басқа, ниеті түз емес, басқа ниетпен, мақсатпен отыр олардың ішінде. Алла Субхану ва Тағала сол кезде иннахум жуласау ла яшқа жалисухум, олар сондай бірге отырған, бас қосқан мәжілісте бірге отырған адамдар, олармен бірге болған адам сорлы болмайды, жақсылықтан құр қалмайды. Ол ниеті түзу болмаса да. Ғалымдарымыз артынан мағынасын түсіндірді, білім іздеген адам жаман болмайды. Қалай болса ниетін түзетіп, артынан жақсы болып қалады. Сол үшін бір ғалым туралы да риуаят келеді. Бір ғалым бұрынғы заманда білімді, шарғи, діни білімді оқиды жас кезінен. Ниетім мойындап, шын айтады, ниетім түзу болмады, шын айтам, ниетім мансап болды. Үлкен шариғат ғалым болам, фиқ ғалым болғаннан кейін қади болам, сотты басқарам. Осындай неге жетем деп мақсатпен шариғат оқыдым. Бірақ мені сол білім, дін мені ниетімді түзетті. Оқыған білімім ниетім түзетіп, сауап үшін, ақырет үшін болды ниетім. Осы жерде дәлел, адамды білім негізі адамды жақсылыққа алып келеді. Сол себептен де білім іздеу парыз деп айтады. Мұсылманның парызы білім іздеу. Жасаған құлшылықпен Алла Тағала жақындау, басқа мақсат жасамай, сол тек қана Алла Тағала жақындау және яғни сауапты ойлау. Бірінші аятты келтіреді имам Науави рахимахулла: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Байина сүресіндегі аят. Және оларға әмір етілді, кітап иелерге, бұрынғы кітап иелері және солар сияқты басқаларға да әмір етілді, бір Алла Тағала құлшылық етуді, ихласпен, оған дінді арнап ихласпен. Намаз оқуды, бұйырылды, зекет беруді, және осы нағыз дін осы болады, таза дін. Ихласпен Алла Тағала құлшылық істеу, жалғыз Аллаға құлшылық ету, таухидты ұстану, сол құлшылық ету. Енді Құран Кәримде мынау аяттар келгенде, осындай аяттар келген кезде Алла Тағала құлшылық етіңдер, сендер үшін басқа құдай жоқ. Сол оабуду деген кезде құлшылық етіңдер тіке мағынасы болғанмен, тәпсирде ғалымдар айтады, уахидулла, Алла Тағаланы бірлеңдер. Алла жалғыз Алла құлшылық етіңдер, Алла Тағаланы бірлеңдер. Осылай бірінші аятты осыған байланысты келтірді. Сол жерде Алла Тағала бізге сол хунафа, ханиф, Ибрахим алейхиссалам пайғамбар сияқты ханифам ва ма кана минал мушрикин. Ол сондай ханиф болды, таза Алла Тағала, жалғыз Аллаға бойұсынған, Аллаға серік қосатындан болмады, мушрик болмады Ибрахим алейхиссалам. Ханиф деген мағынасы, хунафа көпше түрде. Және екінші аятты келтіреді имам Науави рахимахулла: ла яналаллаху лухумуху ва ла димауху валакин яналуху тақва минкум. Алла Тағалаға сендердің аққан қандары, малдың, құрбандықтың және оның еттері Алла Тағалаға бармайды, бірақ сендердің тақуалықтарың барады. Ибн Аббас радаллаху анху сахаба ан-нияту минкум, баратын Алла Тағалаға жететін ниеттерін, сендер ниеттерін жасаған, сол амал құрбандық шалғанда және сол сияқты басқа да амал жасаған кезде ішіндегі ниеттері Алла Тағалаға барады. Осылай ниеттің маңыздылығы үлкен. Ибн Аббас сахаба радаллаху анху осы аят жайында да тәфсирінде айтып кетеді. Жахилиет дәуіріндегі адамдар, арабтар, сол уақытта да өздерінше құлшылық жасап, құрбандық шалады, құрбандық қандарын Кағбаның үстіне жағып қояды. Сондай салт жасап құлшылық еткен өздерінше.
сонда алла тағала осы арнайы түсірген, ол алла тағала қандары бармайды адам. Және ниетке де байланысты. Және екінші тағы бір аятты келтірді имам Науи рахимаулла. Кул ин тубду ма фи судурикум ау тухфуху я'ламухуллах. Және ішіндегі көкіректеріндегі сендердің болған нәрсені жасырсаңдар да, оны ашық жария етсеңдер де, Алла оны бәрін біледі. Алла тағала оны біледі. Жасырғандарында жария еткендерін Алла тағала барлығын біледі. Хуа ал-алиму би хафиятил умур, би хафиятис судур. Алла тағала осында жасырын құпия болған нәрсенің бәрін біліп тұрады. Мағынасын бәрін біледі. Ішіндегі ықыласпен жасалған нәрсе ма, әлде риямен жасалған нәрсені Алла тағала біледі. Адамдар үшін, басқалар үшін жасырын болса, Алла тағала үшін жасырын болмайды. Сонда рия жасайтын адам, осындай Алла ризалығы үшін жасамайтын адам үлкен қателік жасап жатқан ол ішінде түсіну керек. Оның жаңа қанша адамдарды алдаса да, Алла тағала алда алмайды. Істеген амалы сол бос зая кетеді. Ниетке байланысты мынадай керемет сөздер келеді. Мұса алейхиссалам кезінде, Мұса пайғамбар кезінде бір адам дуа айтады. Валлахи би'иззатика ва джалалик лау анна хазал джибала канат тааман лау вазартуха ала ибадика ибтиға мардатик. Дуа етіп айтады екен жаңағы адам. Алла тағала сенің ұлылығымен ант етемін, егерде мынау таулар, тұрып жатқан таулар бәрі тамақ болса, тағамақ болса, соның бәрін сенің құлдарына таратушы едім. Сол тамақ болса, тағам бәрін таратушы едім, сенің ризалық үшін, ибтиға мардатик, сенің ризалық үшін соның бәрін таратушы едім. Айтқан кезде сол Алла тағала вахи етеді Мұса пайғамбарға. Айт анаған дейді, ана адамға оның садақасы қабыл болды деп айтуған. Ниетімен қабыл болды. Сондықтан адам шын ниет бір нәрсе қылса, жасағанмен бірдей болады. Ал егер де оны іске асырса ниетін, ол тіпті қандай үлкен сауап болады. Ықыласпен шын істесе және оны дұрыс істесе қандай үлкен не болады. Енді шарттарын, амалдың қабыл болатын шарттарын, салиқалы амал шарттарын жақсы білесіздер. Ол макана лиллахи ва кана ала мурадилля. Ол Алла тағала үшін жасалған ықыласпен, Алла ризалығы үшін ниет, түзу ниетпен, және Алла тағала қалаған жолмен, дұрыс жолмен, шариғатта дінде көрсетілген жолмен. Осы жерде дінде көрсетілген жолмен бірінші біздің бірден келетініміз, ойымызға келеді, ол Құран хадис деп, Құран сүннет. Енді Құран хадис, одан кейін Құран хадис деген Алла тағала айтты, пайғамбар айтты. Одан кейін улул амри минкум айтады, ғалымдар сендер басшыларға бағыныңдар. Және ол ғалымдар сол Құран хадистен үкім шығарып, иштихад жасап, үкімдерді айтады. Ол ғалымдар мұъминдердің жолдары. Құранда айтылғанда Алла тағала وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Және кімде-кім пайғамбарға қарсы келсе, оған тура жол ашық баяндалғаннан кейін, және мұъминдердің иман келтіргендердің жолымен жүрмесе, біз оны таңдаған жолға түсіреміз, және жаман тозаққа түсіреміз, ненде жаман арты адамның. Үшеде сабилул муъмининді тәпсірде ғалымдардың жолы, ислам ғұламалардың жолымен жүру. Егер солға тастаса ғалымдардың жолымен, ол адам пайғамбарға қарсы келгенмен бірдей. Көпшілік ғалымдармен бірге болу, сол адаспаудың кепілі. Мен үмметім бәрі адасуда бас қоспайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан бұл сөзден тәпсір шархы ғалымдар бас қоспайды адасуда. Бірінші хадис келтірді имам Науи осы кітабында. Мұъминден әміршілен Омар ибн Хаттаб
радиаллаху анху, Хазірет Умардың риуаят еткен хадис. Пайғамбардан естідім, саллаллаху алейхи уассалам айтқан: «Иннамал аъмалу бинният, ва иннама ликулли имриин ма нава. Фаман канат хиджратуху илаллахи ва расулихи, фахиджратуху илаллахи ва расулихи. Ва ман канат хиджратуху лидунья юсибуха ау имраатин янкихуха, фахиджратуху иля ма хаджара илейхи». Амалдар ниетке байланысты, ниетке қарай, ниеттеріне қарай. Және әр адамға, пендеге ниетіне қарай беріледі. Мақсат еткеніне ниетіне қарай беріледі. Кімнің хиджрасы көшкені, Меккеден Мәдина көшкені Аллаға және пайғамбар үшін, пайғамбарға көшсе, оның көшкені сол Аллаға және пайғамбарға болып саналады. Ал кімнің көшкен хиджрасы, көшкен себебі мақсат дүние болса, дүниеге қол жеткізеді, мақсат еткен. Әлде әйел үшін болса, сол әйелге үйленеді, сол әйелге некелеседі. Әрбірі өзін не үшін хиджра істеді, соған қол жеткізеді. Осы хадистің аудармасы. Хиджра жайында мынандай да бір хадис келеді: «Ал-мухаджиру ман хаджара ма нахаллаху анху». Нағыз мухаджир, ол хиджра жасаған адам, ол Алла Тағала тыйым салған нәрсені тастап кеткен, тыйым салған нәрсемен көшкен. Өтірікті тастады, және сол сияқты әртүрлі басқа да рия жасауды, әртүрлі жамандықтарды тастап, күнәлар тастаған адам, ол да мухаджир, хиджра жасағандай сауап алады екен. Соны ұмытпау керекпіз. Хадисті ең үлкен имамдар, хадис ғалымдарын Бухари мен Муслим риуаят еткен, рахимахумулла. Хадис пайдасы көп, ең үлкен қадір, үлкен пайдасы да көп, зор. Ғалымдар айтып кеткен, осы хадисті әрбір кітап жазған кезде, бас әуелгі кезде ғалымдар сонымен бастау керек. Бірден білім іздейтін адамға ниет жайында хабар беріп, түзетіп ниетінді түзет. Айтпесе, басқасын бәрі ертең сен білімін алған, бәрі үйренген, бәрі бос, пайдасыз болады. Өзіне жамандыққа айналып кетеді. Сондықтан имам Шафи сияқты ғалым рахимахулла айтып кетеді, бұл 70 бапты қамтиды бұл хадис. Ниетке байланысты хадис 70 бапқа кіретін хадис. Осы хадис жайында соны айтады. Және ниетке байланысты келген кезде сол алдындағы сөздер «иннамал аъмалу бинният» мағынасы тек қана деген кезде сол амалдар ниетсіз саналмайды. Ниеті болмаса саналмайды. Сондықтан өздерін білесіздер, дәрет алған кезде, намаз оқыған кезде ниет қылады мұсылман. Ораза ұстаған кезде түнде ниет қылады, ораза ұстау. Ниетті кей кезде кітаптарда, фикх кітаптарда жазылады, осындай пәленше былай айтасың, осындай ниет қылдым, бәленше амалды жасауға, осындай амалды істеуге деп айтады. Мысалы, намазға байланысты кітаптарда жазады, ниет еттім, 5 намазын, парызын оқуға, жүзін қабылға қараттым, сөзбен, сөйлемен айтады. Осындай сөзбен, ауызбен ниетті айтуға байланысты кейбір түспеушіліктер бар. Біреулер айтады, кейбір мұсылмандар ол ауызбен айтуға айтқан дұрыс емес, діндегі жоқ нәрсе деп айтып, осындай өздерінің саясатын жүргісі келеді. Мұсылман арасында сол баяғыдай ауызбіршілікті бұзуға сондай нәрсе пайдалануда. Ал бұған жауап, әрбір дінімізде әр нәрсеге жауабы бар, негізі. Білетіні бар, білмейтіні бар. Жауап ретінде ол да неден, хадистен, және сүннеттен алынған амал. Себебі осы хадис ниетсіз амал қабыл болмайды дегенде, ниет болмаса саналмайды амал. Сондықтан ниет жасау керек. Ол адам ауызбен айтқан кезде сөйлеммен сол ниет қылған болып саналады. Негізі ниет жүректен шығады.
Оны қазір жаңа айтылады, ол ниет жүректен, ішінен, жүректен жасалады ниеттің орны. Алынған дәлел неден? Қажылықта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қажылық жасаған алдында, қажылық жасау алдына мынандай сөздерді айтады: Аллахумма инни уридул хаджа фаяссирху ли ва тақаббалху минни. Я Алла Тағала, мен қажылық етуді ниет еттім, мақсат еттім, соны менен қабыл ет, жеңіл, оңай ете гөр Алла Тағала қажылық етуді. Хадисте сөзбен айтылған сөздер намазда да айтуға болады деп ғалымдар үкім шығарды. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи қажылық алдында сондай ауызбен айтса, ниетті не дейді, намазда айтуға болады. Осы мәселеде кәдімгідей мынадай мәселе болып тұратын мәселе, басқа мәселеде сияқты екі жаққа тартатын адамдар бар. Біреулер тек қана жүрекпен ғана ниет дұрыс болады, ал екіншілер керісінше ауызбен айт дейді, сөйлеммен айт деп шыға келеді. Ал негізінде ол жерде ниетті жүрекпен айта алмайтын адам, істей алмайтын адамға немен айту керек, және сөйлеммен, ауызбен. Көбінесе жаңадан кірген адам, бастаған адамға сондай жүктеледі. Сөйлеммен айту, ауызбен айту. Кейін ол жаңа жүрекпен үйренген кезде ниет қылуды ауызбен айтпаса болады. Ғалымдарымыздың мақсаты сол, адам құлшылығы бос қалмасын деп, ниетсіз не болмасын деп, сол үшін сөйлеммен, ауызбен айтылуда. Ол енді кейбіреулер содан білместікті пайдаланып, адамдарды осындай азғыруда неде жаңа осы мәселеде, басқа мәселелерде сияқты. Хадисте мысал келеді, әйел дейді, дүние үшін дейді, біреу хижра етсе, біреу әйел үшін хижра жасайды деп мысал келеді. Сонда Ибн Дақиқ аль-Айда ғалым рахимахуллах неде бір сөзіне сол келтіреді. Ол дейді, сол кездегі бір Умму Қайс деген әйел болған екен. Умму Қайс Мәдинаға көшті, хижра жасаған мұсылмандармен. Умму Қайсты жақсы көрген, үйленгісі келген басқа бір сахаба болған. Сол сахабаға Умму Қайс шарт қояды: саған шығам, некелесем, егер сен де көшіп келсең, Мәдинаға сен де көшсең, хижра етсең. Ол да сол хижра жасады, сол осы сахаба туралы жаңағы не болған мысал ретінде келді осы хадисте. Бұл жерде тек әртүрлі басқа да мысал келуі мүмкін. Осы жерде мысал сол болған оқиғаға қарай мысал келген. Оны ойнап, кейін оған атта қойған мұсылмандар, ол Мұхажир ибн Умми Қайс, Мұхажир Умму Қайстың несі. Умму Қайс үшін хижра істеген мұсылман деп оған ат қойған. Хафиз ибн Хаджар аль-Асқалани, атақты Фатхул Барин жазған кітап. Ғалымдар бұны Құраннан екінші кітап деп оны санайды. Имам Бухари жазған хадистерді Фатхул Бари шархы. Сол кітапты жазған ғұлама Ибн Хаджар Асқалани осы жайында осы мәселе туралы айтты. Сондай: «Мен наваби хиджратихи муфарақата дарил куфри ва тазавваджа ал-мар'ата ма'ан фала такуну қабихатан вала ғайра сахиха». Сондай хиджра жасаған кезде ниеті не болса, шын бір ниеті кәпірлерді жерін тастап, сол кездегі Меккедегі, ол кезде себепті да болған, дінді ұстауға мүмкіндік бермеген, азаптаған дін ұстайтын адамдарды иман келтіргендер. Сол себептен ол жерден көшу міндет болған. Сондай дейді, кім тастаса кәпірлердің жерін, және сонымен бірге әйелге де үйленсе дейді. Оның несі хиджра жаман деп айтпаймыз, қате деп, дұрыс болмады деп айтпаймыз, бірақ кем деп айтылады. Несі кем, басқа ниеті түзу адаммен бірге салыстырған кезде оның хиджрасы кем болады. Және Алла біледі, Аллаху алям, және Алла біледі деп. Сақтық ретінде осында Аллаху алям деді, және Алла жақсы біледі деген. Бұны ғалымдарымыз айтқан кезде осындай сөздер, және Алла жақсы біледі, яғни мен сендерге 100% менікі дұрыс деп айтпаймын,
сондай басқаша да болуы мүмкін деген бұны бір Алла біледі. Осы жерде де үлкен бір сабақ білетін адамдар үшін үлкен ғалымдар өздері де солай айтса, кейбір адамдар енді ол бөлек мәселе, бірақ ол ниетпен де байланысы бар. Осы ниеттерге байланысты ол жерде бір ғалымдардың жолдарын ұстанып, басқа ғалымдардың қате деп санап, өздері ұстаған ғалымдардың қателеспейді деп санап жүреді. Сондай осындай неде адамдар жүр. Олар осындай ұмытады. Енді ол ғалымдарды да Алла біледі деп, менікі қате болуы мүмкін деп айтуы мүмкін ғой. Және де әрбір сүннит ғалымдар негізі солай айтқан, шариғатта көп мысалдар келеді. Жаңа сол Шафи'ді, басқа да Ханафи ғалымдар ішіне кітаптарда осы келеді. Менікі дұрыс, қате болуы мүмкін, және басқасынікі қате, дұрыс болуы мүмкін. Осылай өздерінің дұрыс таза айтпаған екен. Екінші хадис бізде неге байланысты? Тағы да соған ниетке байланысты. Айша радиаллаху анамыз радиаллаху анха хабар береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Яхшу джейшун аль-Каабата, фаиза кану би байда мин аль-арди, юхсабу би ауалихим ва ахирихим." Пәленше бір аскер Каабаға шабуыл жасайды. Бір аскер, кәпірлердің аскері бір Каабаға шабуыл жасайды. Және олар Байда деген жерге жақындаған кезде Алла Тағала оларды жер астына кіргізіп жібереді. Құлатады, жерге астына кіргізеді. Сонда Айша анамыз радиаллаху анха соны естіген кезде айтады екен: "Я Расулаллах, кайфа юхсафу би ауалихим ва ахирихим ва фихим асвақухум ва ман лайса минхум." Алланың елшісі дейді, ол қалай барлығы неге осындай жазаға қалай ұшырайды екен, барлығы алдындағылар да арттағылар бәрі қалай жер астына түседі екен олардың жаза ретінде. Олардың ішінде жай ғана базарлықпен жүрген адамдар бар ғой. Аскер емес, соғыс үшін келе жатқан адамдар емес, жай ғана бірдеңкенің көмекшілер, басқа бір жай базарлықпен жүрген адамдар. Олардың ішінен емес, басқа мақсатпен әлде амалсыздан солар бірге қосып жүрген, бірге келе жатқан адамдар шығар дейді. Олар жаңағы қалай дейді, оларды да жер астына неге сондай кіргізіп, неге ондай жазаға ұшырайды? Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Юхсафу би ауалихим ва ахирихим, сумма юбасуна ала ниятихим." Олар алдағылар да, арттағылары барлығы сол бәріне де сондай жаза жасалады, бәрі жер астына құлатылады, кіргізіледі. Және сосын қиямет күнінде, ақирет күнінде олар ниеттеріне қарай тіріледі. Әр өз ниеттеріне қарай сосын несін көреді, өзінің жазаларын. Осы хадистің несінде үлкен бір негізгі мағына сақтандыру дейді адамдарды. Залым адамдармен, осындай адамдармен бірге болмауды, солардан қашу, солармен бірге болмау. Жаман адамдармен бірге болмау. Солардың кесірі сол адамдарға да тиеді. Жүзде көбінесе жаман адаммен бірге болған негізгі жамандығы жоғат, сол адам солардың жолымен жүріп кетеді. Солардан үлгі алып, қайталап, соларға еріп кетеді. Жамандыққа үйреніп қалады солармен жүріп. Екінші мағына жаңа хадисте айтылғаны Алланың жазасы түсуі мүмкін. Солармен өзі де жаман болмаса да, бірақ сондай жаман кісілермен бірге болған үшін, сол уақытта бірге болған үшін оған да жаза түсуі мүмкін. Сол себептен кіммен жүрген, кіммен араласқан өте маңызды мәселе адам үшін. Қандай адамдармен жүрген. Білімі жоқ адамға өте қиын ол ажырату, қайсы дұрыс, қайсы жаман, қайсы күнәһар, қайсы не деп. Сондықтан білімді ол жерде маңызды үлкен білім. Көзі ашық адам ажыратады, біледі, көреді, байқайды, және біледі қай жерде
кім дұрыс істеп жатыр, не істеп жатыр. Осылай солардың жазады, бірге соларға түседі, және хадистегі мағына қиямет күнінде олар тірілген кезде, әрбір есеп берген кезде өз ниеттеріне қарай, жақсы ниет болса, олар сол ниетіне қарай соны көреді. Және хадисте да осы жайында басқа да хадис келеді. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم. Ибн Омар радиаллаху анху келтірген хадис. Алла Тағала бір қауымға азап жіберсе, азаптаса, бәрін сол қауым ішіндегі бәріне сол азабы түседі. Алланың азабы бірге кетеді. Содан соң олар ниетімен тіріледі, ниеттеріне қарай тіріледі. Ниетімен ол ақирет күнінде сол ниетіне қарай алады ғой несін. Жақсы ниет болса жақсы несін алады. Бірақ жаңа алдына айтылғандай бұл өмірде де сондай жамандықтан енді жақсылықтан құр қалады. Хадис шарифінде мынандай сөздерді енді осыған орай айтуға болады. Ең кім жақсы адам дейді. Ман таля умруһу ва хасуна исламу. Ең жақсы адамдар ол ұзақ жасағандар. Ұзақ өмір сүрген адам. Және діні көркем болған, ұстаған ислам діні көркем болған. Көркем дінді жақсы ұстаған адам ұзақ өмір сүрсе, көп сауап, сол көп сауаптың несі мен жаңа соның дәрежесінде несі де бұлар түсінікті көп жасаған несі сауабы да көбірек болады. Сондықтан осындай байқамай немен қателікпен дұрыс емес адамдармен бастарын қосып, сосын артынан өзіне де дүниеде ақиретінде бұзуға болады адам. Кейбір адамдар сондай дұрыс емес адамдармен бастарын қосып, қазір мысалы неде бостандықтан айырылып, бір жерде неде тұтқын болып, не жүр, зынданда жатып жүр түрмелерде. Жас кезінен бастап уақыттарын кетіріп, қанша өздерінде өмірлерінде қиын етті, және жақын адамдан туыстарда қандай жылатып жүрген. Кіммен араласасын, үлкен маңызды нәрсе. Алланың елшісі әл-мару аля дини халилихи фалянзур ахадукум ман юхалил. Адам баласы өзінің қасында жүрген адамның дініне жүреді. Кіммен араласқан байқап жүрсін, сақ болсын мұсылман адам. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин.